Selam алейкум достар. Бүгін елімде Ескендер Фазылның Secde adlı şiiri жиынтығы. Бұл китап 1998 senesi Таврия нешриятында Ақмесжитте басылған еді, нешір етілген еді. Ve bu жиынтықтан мен şiiri şekilde yazılған Вай-Вай анам қаясы efsanesini оқымаға istейм. Бұл Қырым efsanesінен, асылында Қырым efsanesінен бағылы, бұл сюжетке бағылы бір есер. Ve оны Ескендер Фазыл böyle şekilde бізге бағышлады. Вай-Вай анам қаясы efsane. Кіріш. Yorgun güneş Мор денізінен саулықлашып, уфықларына аландырып батқанда, чатырдағыдан ескен еллер қоқыс açып, вадилерде мелем олып аққанда, ешілікке чомған көйлер чырақларын енді тұташтырып яққанда, en acayip efsaneler доға екен, efsanevi ve kademi Қырымда. Efsanevi ұнытылған девірде қачы бойы қош дегірмен көйінде пек шефқатсыз бай Топал бей яшаған, өмірінде о ейлік япмаған, еч кімседен ұтанмайып, қорқмайып, халық аққыны азманларжа ашаған. Ат еріне огыз, деве еріне көйлілеріні екіп сабан амачқа, қамчы ұрып оз топрағын сүрдірткен, Алланы ве падишаны тілге алып, ах дегенні астыртқан дарағачқа, ах дегенні чубуқлатып өлдірген. Топал бейнің қарардан тыш залымлығы тез арада бүтін елге тарқаған, көйлілерге оның қойған салымлары юреклеріні яралаған, тырнаған, намус виждан не олғанын білмейіп, чоқ қызларыны қара дертке оғратқан, Іч кімсенің көз яшыны сілмейіп, жоқ евлерінің бақты жағын омратқан. Ырғатларға дегеніні яптырған, жарлыларының жылавына тоймаған, мұна бөле шу шефқатсыз Топал бей, көйлілерінің тағдырынен ойнаған. Жинаятчы жаза чекмей іч қалмай, етмішлері үшін ләнет Топал бей халқының қара қарғышына оғраған, Қара қышта ферият фиған қопарып, юклі үрген яш қадыны юрексіз еке оғыл егізлеріні доғыртқан. Ол маған шей efsanede айтылмай, егізлерінің көбегіні кескенде шашып қалған чоқ шей көрген ебанай, дешет, аман, қол аяғы қалтырап, қорқанындан еті тені сескенген, ләкин қартиып көргеніне инанмай. Қорқу сарған ебанайының юрегін 93 ел яшап дүния yüzінде о юрексіз доған бала көрмеген, өмірінде қияnetlік етмеген, іч бір кере уйып шайтан сөзіне лоқсаларының аққына кірмеген. Не де олса, топлап есін башына мерхаметлі тәжірибелі ебанай, яш ананы оғылармен қайырлай, көзін айдын девлет қонды башына, ләкин озу ақиқатны айталмай пек қиынала ичі бағыры қалтырай. Вазиеті ғайет ағыр қартинын көріп тұрып ақиқатны айтмаса, қарт алында чоқ гүнахкар олажақ, қорққанындан о буалны гизлесе, телікелі сырның үстін açмаса, амма білсін, көйне алға қалажақ. Біраз ойлап ақ чекерек юректен, Ағла қызым, ағла деген ебанай, оғылларын екісі де юрексіз. Абдырама, оғын алмақ керексін, оғырсызлық басты юртны аямай, бұйық зүлмет башымызға түшечек. Бүтін геже ағлап шыққан яш ана, қайдан келді ябу беля башыма, не япмалы, ақыл оғрет қартана, тез ярдым ет, пек ялварам мен саңа. Не яманлық еттім я мен Аллаға, насыл етіп даянайым бұ алға, юрегімні чықарайым ерінден, құртылырым резалетлік шерінден,
Буз бүтүнлей сәбилерге берейим ак картаны. Топалбейге не дерим? Каядан да агыр олду шу дердим. Насыл этип ер yüzünde юрерим? Керек болса озумден вазгечерим, жаным или бу оз боржумну одерим. Чок ойланмай, ниетинден кайтмайып, эбанайнын көз яшына бакмайып, кол көтерип таңрысына ялварган, дуа окуп, төвбе этип шу кечи буюк үмүт, ишанч или эрлерже юрегини кокусунден чыкарган, коюп ону да сыжак төшекке абайлыкнен бөлген эки кесекке. Эки кесек эки ярым юрекни, бүтүн аңы, жаны, сыжак канынен тек анага беле олган усулунен, сабилернин көкрегине тезликнен ерлештирген мерхаметли элинен, сон негедир күлүмсүрөп кубанып, терен-терен ана кокус кечирген, сон кикери сабилерни эмизип, опуп сыйпап юклатып, дүйнөсүндан кечинген. Шашкан карти чапып чыккан азбарга калтыр абык сесчигинен багырган, кеже байнын юклүү юрген кадыны эжуз-межуз эгизлерни догурду. Ханым коруп сабилернин алыны яныгындан оз-озуну өлдүрдү. Чагырыңыз Топалбейни сарайга, кулаклары эшитсинлер сөзүмнү, етер энди бираз бассын озуну, вакыт келди, залым ачсын көзүнү, баксын көрсүн корантасын алыны, белки энди таламас кой калкыны. Кызметчилер, башларына эгелер ат ойнатып етип келген Топалбей камчысынын калпагына токунуп, оңга солга камчы саллап согунуп, тар капыдан ичериге сокулуп, кабалыкнен эбанайга бөлейди. Эй эбанай, жады, обур, этнежи, юрек асла керекми бай оглуна? Бай баласын бакты кылыч учунда. Ачма сырны вайваланып багырма, жарлыларны азбарыма чагырма. Эдбурдуа шу семимле таңрыңа такат берсин балаларнын колуна. Керегиң не? Сөйле, тилки айнежи. Карабажак, тиленжи ве фитнежи балаларнын алына сен ажынма. Тез олу сөйле, умутунден качынма. Кадыныммы? Санки кадын кытлыгы. Өлген олса, рахмет олсун жанына. Мына алтын, аз бойнуна жоймасын. Омурыңде асыл алтын көрдүнмү? Эндиден сон барем ашка тоярсың. Ал дейм. Ал дегенде ал да. Картайганда жаризликтен не файда? Тилиңни тый. Пек ынжынган карти газап кедеринен, залым бейге тил кайтарган нефретинен. Эй Топалбей, тап о кадар барма. Коркмайсыңмы ялан бөтен айтмага? Нафле ерде карт жанымны агыртма. Изин бер сен маңа evге кайтмага. Аңламадың, аңламайжак өмүрүңдө алтын, күмүш, факат байлык дегил жан. Яхшы билки, качы бою көйлеринде алма узак түшмей дейлер далындан. Эбет бунда буюк мана икмет бар. Не хуляса чыкардың сен алыңдан. Окесинден эсин жойган Топалбей аткан туткан делилер же кутурган эбанайнын картлыгыны сыйламай, ыргатларга чубукларнен урдурган. Азлык этти бузулумлук дегенде бекчилерни оңа каршы сыттырган, карчыга да тазыларга талатып, акшам усту азбарындан куудурган. Yollar boyu ağlay эбанай барып еткен качынын оң жапына, хорлугундан пек yorulgan olsa da, абдест алып дуа окуп жыланган, бүтүн кеже сандыр аклап, ыңранып, олуп кечкен вакыяны хатырлай, чубукларнын ярасына чыдалмай, таң атканда айрылган жанындан. Yıllar keçken, beslenilgen egizler, kaygısız ve kasevetsiz oskenler, oyunlarını kılıç, kamçı, ok ve yay, baba kanı damarlarında oynay. Babası da hiç kimseden korkmayıp, tek zalımlık ve aramlık etkenler. Köyden köyge kara haber getirip, kaçı boyu at oynatıp gezgenler.
Кош дегирмен коюнун эң четинде Топал бейнин сарайындан авлакта эжуз-межуз эгизлеринен bir күндө эски алчак ак балчыкнен акланган бек жамбиген bir ханели эвчикте тул кадынчык начар кызчык догурган. Унут байлап буюк арзы истекинен кыздын адын Зелиха деп койдурган. Көйлүлөрүнүн кубанчлысы болсун деп бешигине катмер гүллер ойдурткан. Яваш-яваш yıl артынан yıl кечер, Зелиха bir дүлбер кызга айланган. Эмегинен, ырыс намыс сазынен көйдешлеринин севгисин казанган, күнден күнгө дүлберлешкен назланган, кимерде bir түшүнчелерге далган, дудаклары пышкен кызылчык кеби кеткен сайын шербетленген балланган, Зелиханын кара ири көзлери атлыларны эгеринден эндирген. Балдан татлы акыл ане сөзлери көйдешлеринин яныгыны сөндүрген. Onun назык ләкин чебер эллери халык, килим, фырланталар токуган. Onun йыржы севги толы леблери өзендеки аккан сууну токтаткан. Акыл, виждан, незакетке келгенде Зелихага баккан көзлер камашкан. Кайтармага ойнаганда күлгенде маңа күлдү деп йигитлер талашкан. Чоқ йигитлер оңа ашык болганлар, bir чоклары көрмей четте калганлар. Вадидеки эң айтулуу огланлар Зелиханын мejнунлары олганлар. Гугумуну басып сол янбашына бара экен чокрактан суу алмага. Кош гүлчембер кийген эмиш башына келген севмек ве севилмек чагына. Гугумуну бүлүр сууга далдырып, хош айынкли йырларыны dinlеген, гизли sevgen авжы Асанны аңып, хаял сүрүп, сагынып, де белине, де бойнуна сарылып, юрегинин та төрүндөн эңлеген. Соңра досту чокрагыны алгышлап, инже назик сырларыны дуйдурган намлы авжы Асанына багышлап, sevgi йырын уйдурган. Sevgi чокрагы. Бүгүн кене гүзел чокрак келдим саңа, юрегимнин сырларыны айтмага. Татлы-татлы айынкленген шен сууңа, жан көңүлден канып-канып бакмага. Ниче түрлүү дуйгулар бар хаялымда, айтам саңа, эписini dinleysin. Sen ömürlük dostum oldun hayatımda, menim ile kuvanaсын, ingleysin. Yırcı çokrak, avcı Asan kelсе sana, onu sevgi türkü ile karşıla. Yüregimnin sırlarını yırla ona. Sen bizlerge baxt saadet bağışla. Aydı, endi yarıngaca sağlıkмен kal, yırlarыңны тоқтатмайып сазыңны çal. Men kelmesem, dinler seni koy kızları, koyumuzun emek sever yıldızları. Bey balları bir kun avdan kaytkanda Zelihаны korup atlarından engenler. Meseleni kıska etip aytkanda esirlikке onu layık көргенler. Küçügüdey menim kulum olacak, fakat menim degenimni etecek. Büyügüdey sus sen yaramaz alçak, tilingni tый, şimdi başın ketecek. Küçügüdey sen ne dedin? Tekrarlaçı degeningni bir daha. Belki ozun toygandırsın canına. Kılıçını çekip alıp kınından күчнен urgan ağasının javruna. Akşamga dögüşkenler egizler ama kimse galip çıkıp olmagan. Ahır soňu elde kılıç tutalmay, serilgenler yerge nefes alalmay. Eslerini toplagan son başına zaya kötek etkenlerini anlaylar. Sonra barıp kaynak çokrak başına tayanganlar onun soğuk taşına. Büyügüdey, bak ya sen o karabacakka, Karacada kaçtı bizden uzakka. Toxta, cilvelenme, nazlanma. Sen ebbir ilinirsin karmakka. Düşersin o bizim koygan tuzakka. Küçügüdey, Karacada kaçtı deysin.
Айтайық, бардыр да оның да бір севгені. En iyisi onu sınап бақайық, алтын күміш бұйық байлық адайық. Меселені өзі чессін бозмайық. Ақиқаттен әм ақылы әм дүлбер, яңылмайық, ақылдан да азмайық. Кімні сечсе, оңа бақар бекулер, бұндан сонда, егер лайық санмаса, алтын күміш зенгінлікке бақмаса қорқызырмыз. Сон оңа да қанмаса, қырсызлармыз. Тар айланчық соқақта. Ақшам ұсту Асан авдан қайтқанда, Зелиханы yolda көріп тоқтатқан. Селям беріп, изін ала дертлеріні айтмаға, юрегінің сырларыны açmağa. Кадечығым, ақшам саба таңларда, дағда, авда, учурумлы yollarda, авдан евге қайтқанда, төшегімде ятқанда, ачығыны айтқанда тек бір сенсін, көзлерімнің алдында. Doğrusunu айтқанда, инан маңа, ашық олдым мен саңа. Разысың мы менің ярем олмаға? Бүгін құда еберейім анаңа, дейді, авжы бақып Зелиханың yüzüne, беклей оның cevabını, sözünü. Асан ағам, мұрадыңыз әлі алдыр. Эбет, жан жүректен инанам, амма сізге мен бір шейчік айтамам. Мен çok şeyini anlamayım, bilmeyim. Men çok şeyinin manasına yetmeyim. Siz anamnen bir söyleşip bakınız. Anayımның razılığın alınız. Meseleni halledecek anamdır. O ne dese benim için kanundur. Vay keç oldu, anacığım bekleydir deydi. Bakıp onu soluna, revan ola yoluna. Bir gün көйге апансыздан ағалар ат ойнатып, от патлатып кіргенлер. Зелиханы қамачауға алғанлар байлы қадап, оны сынап көргенлер. Көнмеген қыз алтын күміш мерджанға, егізлерге яқын біле келмеген, қаст етселер біле оның жанына баш егмеген, индемеген, күлмеген. Ашаланған өкеленген оғланлар қылычларын қыңларынан шығарып, Зелиханы қорқызажақ болғанлар, яқынжа кел, ачу еле чағырып, ғазапланып қызға бақып қалғанлар, Зелиханың нефрет толы көзлері қылыштанды, кескін мерген сөзлері егізлеріні түшінжеге қалдырған, қылычларын қынларына салдырған. Кеттігінже шашмалаған егізлер, Зелихаға қырық сесінен дегенлер, «Сен ме бізні беген-меген ред еткен? Сен ме бізні серсем еткен, делірткен? Барсын саңа бұны афу етейік? Разы олсан, шында алып кетейік. Егет деген егет бойле япар ма? Оксuz қызның юрегіні яқар ма? Сізін кебі айдутларға яр олмам, есір олмам, ашаланмам, хорланмам» деп Зелиха фырсат келген бір аңда евге қачып, esirlikten kurtulgan. Sabah erте да күнеш doğmazdan ата хораз қырық сеснен çalғанда, гүгіміні басып сол янбашына қой ғұруры чоқрағындан қайтқанда, аға қардаш қолайлы бір арада, тар ветена айланчықлық соқақта, арқан атып Зелиханың башына, құлақ асмай оның көз яшларына, қол аяғын байлайларда қайырып, soyulacak kozu gibi mangratып, imkan bermей ağzını açmağa, aşıqqanlar көйден tezce kaçmağa. Acı ağlap sızlap Zeliha yüreğinin dua etken Allah'a Rabbim, meni ozun kurtar beladan, berme meni қаба қанлы қолларға, pek yalvaram, fakat sana işanam, secde etem yüreğimden inanam, ayırma sen meni garip anamdan. Сәбилікте оксuz қалдым бабамдан, бүтін өмірім, сенің қолын олырым, геже күндіз саңа дуа оқырым, қабыл етсен құрбанын да олайым, фақат құртар, анайымнен қалайым. Қаби арқан шарт кесіліп үзілген, Зелиханың ел аяғы чезілген. Я Алланың мүжизелі құдіреті,
Асла бітмес саңа халқының үрметі. Шу фырсаттан файдаланып Зелиха текрар дуа етіп Аллаға, қачып кеткен желлятлардан ұзаққа, мұқайтлықнен түшмейім деп тұзаққа. Мужезиге инанмасан сынап бақ, құлағына көпе сырға етіп тақ. Мужезеге шашып қалған туғанлар ерге инып, дуылдаған атлардан ач тазылар қаражаны қуғандай екілгенлер Зелиханың артында. Қуып етіп сачларынан тартқанлар, дөрт өрмелі қамчылармен ұрғанлар, ерге иқып қолларыны бұрғанлар, аяқларын тепме ұрып қырғанлар. Қорқу сарған Зелиханың юрегін мына юлқажақлар ғарыпны, бірі йыртқан оның епек антерін дегерісі панжалаған вүжудын. Ғарып ана евлядыны эшітіп, көз яш токып, ферият исян көтеріп, юрегіні юксек тұтып қолында, көйге қызым қач деп көйні көстеріп, егізлерінің yolunu тез кестіріп чапып барған Зелиханың янына. Вай анам! Вай анам, пек yorulдым, аначығым, атешлерде мен янам, зұлымлыққа насыл мен даянайым, ләнетлерінің қол есірі олғанже, қопарылған гүл чечекдай солғанже, таш кесіліп yolда қатып қалғайдым. Вай анам, ақыл огрет анайым, насыл етіп беладан, желятлардан қачайым, ятып сенің тізіңе сырларымны ачайым. Асан чоғым қайдасың, севем сені дедің де, ят еллерге севгіліңні бердің де. Асаным, ақ жанчығым, напайым, сені қайдан тапайым, сен янымда олғайдың, берір едің желятларының пайыны. Алла берсін егізлерінің беласын, оксүзлеріні ағлатқанлары үшін, жарлыларыны хорлағанлары үшін, екісі де таш кесіліп қалсынлар, ebediyen baş көтермей ятсынлар. Янларından өткен кеткен yolcular, өзлеріне bundan ibret алсынлар деп Зелиха юрегінен, көңілінен, саулықлашқан анасынан көйінен, көз өгіне чоқрағыны кетіріп, гезле севген авжы Асанны аңып, ғурур ile башыны тик көтеріп, сон кекере табиатқа суқланып, енді чечекленген чағында, яш башынен тоймай татлы жанына, я кім істер яшлықта жан бермеге, я кім істер аятны терк етмеге. Чекінмейіп, чекішмейіп, бір анда таш кесіліп, қатып қалған yolunda. Егізлерінің аяқлары қалтырап, кеміклері шатыр-шутыр қырылып, сыфатлары тітіс чіркін денішіп, бір-бірінен сөгішіп ве дөгішіп, беденлері жансызланған ұйышқан, чарпынғанлар, ағызлары қиышқан, көзлеріні сия қаранлық басып, башларыны көкреклеріне асып, ағрыларға даяналмай, чыдалмай, бір диремчік біле нефес ала алмай, зафран құсып, қара қою қан құсып, имдат арап, де бағырып, де сусып, бей баллары жазаларын алғанлар. Зелихадан бір қач адым авлақта, ян-янаша таш кесіліп қалғанлар. Ақ завалы, ақ сен ана юрегі, шашып қалған Зелиханың алына, балталанды оның бақыт терегі, чечек açмас енді оның далында, ана қызын етрафында доланып, дефаларжа құчақланған, сипанған, ақыр соны ақиқатны аңлаған, енді маңа бұл дүнияда не керек? Кімге керек құрып қалған қарт терек, да нелер yazılғандыр башыма, Аллам, чевір мені де бір ташыңа, ebediyen бақар едім шу ташқа дегіл, жігеріме қызыма, пек ялварам, дегілім мен бір шашқын, геже күндіз dinleyendім сазыма, деп Аллаға жан юректен ялварған. Уфуқларда боялар еп қойырған, ер инлеген, титрегенлер қаялар, яғмур яғған, селлер аққан дағлардан, құшлар қачқан, бақчалардан, бағлардан, ғамлы ана бір ақ чеккен теренден, дақ қаялар қопып кечкен ерінден,
Заваллының ғайет ағыр янығы кім сондырыр bu дешітлі янғынны. Оның ие істеклері дүнияда қызы ile çevrildi қаяға. Nasıl етіп қызындан vazgeçsin, аналарының жүрегіне не етсін? Қол көтеріп пек ялварған Аллаға, менің сонки істегімні ред етме, Таңырым. Мені bu дүнияда хор етме, яңғыз қалсам даяналмам дердіме, деп образ салланарақ ерінде, санки дерсін дерман тапқан дердіне, сес шығармай, тітіремей, инглемей, кедерленмей, опке етмей, окунмей, ақшам үсті күн уфуқа батқанда, ғарып ана таш қаяға айлана. Хатиме. Көйлілерінің айтқанына баққанда, yorғын күнеш уфуқларға батқанда, анасының тізлеріне ясланып, еркеленіп, севініп ве назланып, жүрегінің сырларыны Зелиха бірер-бірер сөйлей еміш сазланып. Ақшамлары асан авдан қайтқанда тоқта екен Зелиханың янында, Etrafında birkaç kere dolanıp şahatlарының sözlerinden айтқанда тіс çökerek sevgilisin aldığında афу сұрап ve yalvarıp Allah'a dua оқи Zelixаның ruhuna. Vatandaşlar, қачы бойы кеткенде қош дегірмен көйіне де кіріңіз. Вай-вай анам қаясына еткенде оны мұтлақ сіз зиярет етіңіз. Пек ялварам, Zelixаның анасының алдында тіс çökіңіз. Хош ниетлі олыңыз, айлеңіз адından ecdatlарының рухына уч күлвала ве бір илхам оқыңыз. Истесеңіз сипаңыз о ташларны, en қадими девірлерні аңарсыз. Савдилліктен сіліңіз көз яшларын, фажиалы өмірімізні аңларсыз. Инаныңыз, әдейдігіл бұташлар, девірлерінің айызарын чеккенлер, халқымыздың тарихыны сақлаған en қадими асыл дағлы екенлер. Улемалар айтқанына баққанда, ер бағырындан доғып осып шыққанлар, юртымыздың ябанжылар басқанда, қалқан олып, жауға қаршы чапқанлар. Жанланғанлар, ерлерінден тұрғанлар, асырларының ұйқысынан уянып, ана ватан топрағына таянып, дұшманларны көкрегінден ұрғанлар. Егер сіз пек істесеңіз, ташларынан лаф етмеге тоқталыңыз, ашықмаңыз бұл ерден тез кетмеге. Янларына отырыңыз, ағыр сабыр олыңыз. Ажет істеп қолыңызны көксіңізге қойыңыз ве en güzel, хош ниетлі істеклерге уйыңыз. Адет үзре теміз қаліптен текрар дуа оқыңыз. Біраздан сон діңленіңіз, ташлар тілге кірерлер. Асырларының сырларыны сізге дестан етерлер. Шахсен озын қаяларынан дефаларca сөйлештім. Сонки сефер мен олардан бойле икмет ешіттім. Ватаныңны яу басқанда, миллет зұлым чеккенде, баба деде топрағында халқын зейір ичкенде, келме шекілер динімізні езіп таптап кечкенде, адымызға, шанымызға қияnetlік еткенде, қалқан олып қалқ аяққа, юр халқыңның алдында. Сен янымасан кім янacak оның мүшкіл алына. Milletinin maqsadına sadık olmak Ali baxt, müstakil ve azat vatan, insan için altın taht. Avgust 25, 1995 senesi, Kırım. Dinlediğiniz için sağ olunuz.